Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында асқабақ дәнегінің адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Асқабақ дәнектерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды. Ғылымда дәлелденгендей, холестериннің жоғары деңгейі жүрек, қан тамырлары ауруларын тудырады. Ал дәнектердің құрамындағы фитостеролдар қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Оның құрамындағы триптофан амин қышқылдары ағзамыздағы серотиннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізеді. Дәнек бойындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды басады. Ал дәнектердегі жасұнық ішек жұмысын белсендетіп босата алады. Асқабақ дәндері халықтық медицинада ішек құртқа қарсы қолданылатын ең әсерлі құрал. Паразиттермен алысып жүретін адамдар дәнектерден кейін көп уақыт өтпей жатып бар қиындықтан арылып жатады. Теңіз ауруына шалдыққан науқастарға асқабақ дәндері ауадай қажет. Олар қатты ауытқу кезінде пайда болатын жүрек айнуын басады. Жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнулармен жақсы күресе алады. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жеріктіктің ең қиын кезеңдерін жеңе алады. Асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдары мен цинк бар. Олар еркектердің ағзасындағы темір деңгейінің төмен түсіп кетуінің алдын алады. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеу өте пайдалы. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Сондай-ақ асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тігішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екен айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы заттарды шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып, немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Сонымен қатар жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стрессте жүретіндерге және үнемі мазасызданатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес беруге болады.
Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттерден сақтайды. Құрамы кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Әйелдер босанғаннан кейін аяқ қолының ісуіне, көк жөтелге, геморройға асқабақ дәні ем болады. Оның қолдану жолдары мен емге пайдалану әдісі төмендегідей. Құртты түсіру үшін 120 грамм асқабақ дәнін суға қайнатып, дәнмен қоса ішеді. Көк жөтелді емдеу үшін асқабақ дәнін әбден кептіріп үгітеді. Ұнтақты сумен араластырып, күніне бірнеше рет қабылдайды. 1 килограмм асқабақ дәнін суға қайнатып, геморройды булайды. Емді бірнеше күн қайталаса, аурудан айығады. Балалардың жұтқыншағы қабынғанда, асқабақ дәнін науатқа қосып қайнатып, күніне 15-20 грамм қоспа қабылдайды. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.